فَإِذَهُ مِنَ الْأَجْدَاسِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Сұрға үрленген бетте қабірлерінен тұра қалған адамдар былай қараңыздар. Сөйтіп Раббыларына қалай ағысып жүгіреді дейді. Міне. Қараңыз қалай келтіріп жатыр. Жүгіріп бара жатып айтады дейді. Қолу, я вайлана, ойбай-ай. Қараңыздар сөздер қандай. Мән бағасана мин марқадина. Мына қабірімізден кім тұрғызған? Ойбай-ай. Үрей. Әсіресе иман жоқ болған жүректерде үрей. Иман болмаған жүректердің барлығына ата қабірден тұрған бетте үрейге толтырады. Үрей. Қараңыздар. Ва афидатукум хава дегендей бір сүреде Ибрахим сүресінде айтады. Мына жақта ауа дейді. Жоқ ештеңке. Үрейге толтырып тастайды Алла Тағала. Жаңағы сөздері сондай болады. Сол кезде періштелер немесе иманы мықты болғандар айтады екен. Хаза ма вағадар рахман. Мынау Рахманның уәде еткен нәрсесі ғой. Қараңыздар, қандай тыныштық оларда. Ва садақал мурсалун. Жіберілген елшілердің барлығы шындықты айтыпты ғой. Міне орнады қиямет. Біз енді үміт еткен сауабымызды аламыз деген мағына жатыр. Ин канат илля сойхатан вахида деп қайталайды Алла Тағала соны. Ясин сүресіндегі аяттар ғой мынау. Тек бір ғана айқай болады дейді. Болды. Міне. Бір ғана айқай болады да фаизахум жамиу ладайна мухтарун. Жер бетіндегі адамдардың барлығы алдымызға келіп әзір болады дейді есепке. Бітті. Міне осындай қияметпен Алла Тағала ант етіп жатыр. Бұл хақ. Шындап келгенде құрметті жамағат, құрметті бауырлар, мына өміріміздің бәрін қанша сүрейік, қанша біреу салиқаламал істейді ма, біреу істемей ма, бірақ түптеп келген кезде сұрақ не үшін жаралдым деген сұрақ туатын болса егер, Раббымыздың алдына барып есеп беру үшін жаралдық біз. Қараңыз. Раббымыздың алдына барып есеп беру үшін жаралғанбыз.